Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Райхан гүлі неден пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Ертеде Оғыздың ханы Қара бура әулиенің қызына үйленеді. Есімі Бегім екен. Өте ажарлы болғасын, жұрт оны Бегім сұлу атапты. Бірде хан аңға шыққанда бүркітінің томағасын ұмытып кетеді. Атқосшыны томағаға жұмсайды. Ол Бегім сұлуды көріп, ақыл есінен айырылады. Ертесіне есін әрең жиып, қайтып келеді. Патша қаһарланып, неге кешіктің деп дүрсе қоя берді. Ол қорыққаннан ханым білегімнен ұстап жібермей қойды деп өтірік айтады. Хан ашуланып үйіне келеді. Сөзге келместен әйелінің бұрымын оң қолын кесіп зынданға тастайды. Қызының ауыр хәлін Қара бура әулие түсінде көреді. Ханға келіп, қызым адал жарың еді, не жазды дейді. Көзіме шөп салды, абыройыма дақ салды. Менен туғаны рас болса, олай істемейді. Көрсет қызымды, сөйлесейін. Жоқ, жоғал, қараңды көрсетпей, дейді хан. Сосын нөкеріне бұрылып, мынаны сүйреп шығарыңдар, деп бұйырады. Қара бура әулие, қызым кінәсіз болса, бүгін түнде қолы мен бұрымы қалпына келсін. Жазықсыз жапа бергенің үшін қалаңды жылан бассын, деп дұға жасайды. Түнде Бегім сұлудың қолы мен бұрымы Алланың құдіретімен қалпына келеді. Хан оның кінәсіз екеніне көзі жетіп, кешірім сұрайды, бірақ көңілінде дық қалған әйелі көгершінге айналып ұшып кетеді. Арада көп өтпей аспаннан 7 мес түседі. Жұрт мұның не екенін белгісі келіп, ішін жарып көреді. Ішінен ордалы жылан шығады. Олар адамның бәрін шағады. Баяғы Қара бура әулиенің қарғысы есіне түскен халық дүрлігеді. Үйінен безіп, қаласы қаңырап бос қалады. Бегім сұлудың қолы мен бұрымын жұрт арулап жерге көмген екен. Ол жерден райхан гүлі өсіп шығыпты. Ол жерді қастерлеп, кейін биік мұнара тұрғызады. Мұнараның төбесінде әлі күнге дейін жалғыз көгершін отыр екен. Айналасында райхан гүлі әлі жайқалып тұр деседі. Ал қаңырап бос қалған қала Оғыздардың астанасы Жанкент еді. Ол жердің елі ауып, қазіргі Түркия жеріне барып, Осман мемлекетін құрыпты. Әрі қарай райхан гүлі туралы қызықты мәліметтер. Райхан гүлі адам ағзасын түрлі аурулардан, әсіресе таз ауруынан, зиянды бактериялардан сақтайды. Райхан гүлінің жапырағы мен гүлінде қош иісті эфир майы болғандықтан парфюмерияда қолданылады және медицинада дәрі жасалады. Әр ара гүлінен бал жинайды. Сонымен қатар гүлдің құрамында В1, В2, РР дәрумендері және аскорбин қышқылы бар. Қазақстанда бұл гүлдің нәзік, үзілме, бүнге, помиралай, иісті және келімсек деген 6 түрі өседі. Райхан гүлі бүйрекке жақсы әсер береді. Құрамындағы эфир майының арқасында бүйректегі тасты түсірумен көмектеседі. Сонымен қатар райхан гүлінің тұнбасы жоғары температураны төмендетіп, жөтел кезінде және суық тиіп ауырғанда алғашқы көмек көрсете алады. Ол бас ауруын емдейтін қасиетке де ие. Медициналық несеп айдағыш және ішек құрты жоятын дәрмектердің орнын алмастырады. Егер де ауыз қуысынан жағымсыз иіс шыққанын қаламасаңыз, райхан гүлінің бір талын шайнаңыз. Сонда ол барлық бактерияларды өлтіріп, ауыз қуысынан шыққан жағымсыз иісті жояды. Райхан гүлі иммунитетті көтеруге көмектеседі. Сонымен қатар тері қышып, дуылдайтын болса, оған райхан гүлінің тұнбасы таптырмас ем. Ол үшін 2 ас қасық райхан гүлінің жапырақтарын алып, жарты литр суға қайнату керек. Содан соң оны тұндырып суытыңыз. Осындай қайнатпаны күніне 3 рет жарты стақаннан қабылдап отырса, тез жазылып кетеді. Қай нәрсенің де пайдалы әрі зиянды жақтары болады.
райхан-гүлін жүкті әйелдер қабылдауға және эпилепсиямен ауыратындарға, жүрегінің ишемиялық ауруы бар және инфаркт, инсульт алған адамдарға бұл дәрілік шөпті ішуге тыйым салынған. Райхан-гүл тұнбасын шектен тыс ішуге де болмайды. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.